Халқыбыз бір-бірсен жиылышып, 600-700 вәкил, 800 бәлки вәкил. Татар халқының болғанын білерге тиішінде. Бір-бірсі білән нечігірек, аль-килында мұна катаргандар да үзлерінің ауылдан шыққан халықны, оларына қар бұлыстырталар, ол опытын бір объединяться, опытын аралашырға. Бәлки ол вәкилдер арасында болар еді, может быть, проблема еще в лидерах. Халқыбыз бар, 127 мен. Бүгін келгенде вроде аларына ұйыштырға келеген кішілер де бар. Ол кішілерінің оңышлары зор тігілді ерге бола. Бәлки башқа кішілер келелер еді. Аларның и навыки, и опыт, и желание, и энергия может побольше были бы. Мне кажется, она ауылдарда сход собирают. Қачын-қачын ғайлелерде бик зор-зор вакыйгалар, бик зор-зор проблемалар, ғайледе туғаннары, ике туғаннары, киевлері, келінлері жиылалар да, сөйлешелер де, қарар шығаралар, шул қарардан өтейлер. Бізде ішлеген болар еді. Аннар бетінде шул исполкомда да, туған тілде де, достықта лайды ке, достық айрымырақ әзгіне, туған тілде де, ülke автономияда, шахри автономияда, шул 15-20 кіші ері, дашқа халық yok. Бізге яңа актив керек мәсе, тұрайық, давайте бұлары да қартайсындар да, анар совсем бітеміз кімдер келмейміз. Вот шунды, янар тағы бір қат нәрсе. Халық болса, съезді бұламын. Съезд болмады, Хикмет бізге аяқ қойған үшін түгел. Съезд болмады, потому что халқыбызға ол керек ме. Яғни халқыбыз юг. Халқыбызға не керек ме? Халқыбыздың шанычы біткен, өзінің тұрмышында, язмышында нәрсе болса өзгертіп бола ма екен, юг бе дегенде халқының үміті біткен, ізілген окончательно. Ол үмітіне уятыр için, ол үмітіне қозғатыр için тырышырға керек. Мен не думаю, что үміті ізілген. Конце концов, бізде там бір нәрсе бар, там бір не бар. Ол бітінде татар халқында, мен бір рөліндәттім, енді Яқтыл мәктебінде, Якшаме мәктебінің 20 жылында әйттім. Бір әбейіне көрсетілер Туниста. Ол кеткен болған анда 21 жылдан, 20 жылдан қашқан болған әтесі білен, морской офицер білен, граждандар соғыш вақтынан. Қашқан да тұрған шул Туниста. Onlara giz yaşamasıydı. Rusça söyleşe. Yanında çok iri bağları, notları Rusça bilmeler hocam. Ama biz Tatarlar 500 yıl bulayındı. Başka tel ortasında tarabız, başka kültür ortasında tarabız. Ama lakin televizine yuvatıp bitirmedi gale, sanatımızı, medeniyetimizi yuvatıp bitirmedi gale. Nik diyeyim anasını istemem açısı kaldı. Nik iken bilgili biz ne tuğan cilimiz tuta, tuğan cilimiz tırtı. Tatarlık bit olmana karşısında фрезерующий татар болырға үй алмай, водитель татар болырға үй алмай, экспедитор татар болырға, сатучы татар болырға үй алмай, қайсучы татар болырға үй алмай. От социального слоя мало зависит практически, хотят они быть татарами или не хотят быть татарами. Это зависит от того, наверное, что внутри, какой стержень. Если ощущение долга перед своими папой, мамой, дедушкой, бабушкой, что ты должен продолжить татарский род. Это одно ощущение. И второе ощущение. Ты чувствуешь свою ответственность перед своими детьми, внуками, что они тебе скажут потом. И говорят многим из нас. Татар тіліне ретмедің, татар чараларына еретмедің, жұртта татарша сөйлешмедің. Сен бізде нәрсе сырып тұрасың мұнда. Көбізден сырылар, мұнда отырып жатқан көбізден сырылар енді уже балаларымыз, нүкларымыз, қайсыларының. Кем аның турында ойлы башына, аның турында журналда yazır, ол примерларыны, мисалларыны кетерге де журналда yazırға кім бабасынан анчық сұраған, кім атасынан, анасынан анчық сұраған, аннар кім атасының қабірінде болмаған, или бабасының қабірінде болмаған, или бабасының исемінде білмей, қаян көмілгенінде білмей, андайлар да бар.
потому что когда ултиманы көтермесек, это скорее сначала тут проблема моральная, а потом материальная. Почему об этом говорю? Bir аптам чынапта 19 ғасырдың ақырында, 20 ғасырдың башында біздің татар байларыбыз мәчеттерде бұлдырған, мектептерде бұлдырған, нечек бұлдырған? Үйіз малларына бұлдырғандар. Хөкімет бермеген ақша. Үйіз малларына бұлдырғандар. Ол вакытта әзгене жеңілірек болған. Чөнки қазіргі мектепне бастырыр үшін керек сиңа бинасын bir сертификат бойынша, парталарын bir сертификат бойынша, китапларын бар сертификат бойынша, укытучыларын сертификатла, ЖКХ-ны түлек атып кетіп. Әнді бір пиш болған помещение бөлме ортасында, бір китап болған барысында да, или екі китапшыларды оқығандар, үйінірек болған ол вакытта. Қазір кейбатыр мектеп бұлдырға. Но тырыш дұхабет байлықтар да бітен черек. Тырышсақ, мектепні тұрғатырға бола. Мен сұрадым, каватлаймдырды бәлкі, каватланамдыр бәлкі. Сұрадым, Колесникову Надежда Борисовна, Надежда Борисовна, вы нам предлагали в 2010 году открыть негосударственное образовательное учреждение. Мы все-таки вот решили спросить у вас, а какую часть затрат возьмет на себя городской или областной бюджет? Она сказала, только образовательный процесс. Я говорю, ни содержание помещений, ни уплата ЖКХ, ничего. То есть они берут на себя зарплату и преподавателей и, может быть, учебники. Все. Все остальное это или меценаты, или баи, или родители. Если мы с трудом набирали школы актуал детей, ведь это человек сейчас там 440, был год, когда школу запустили, год или два, мы туда не могли набрать 440 учеников. Это потом уже прорыв пошел. Но сейчас у нас есть основания говорить, школы актуал нам не хватает, потому что если сейчас там 440 учеников, 11 класс уйдет 20 учеников, а в первый класс придет 2 или 3 класса, значит станет 460-480 учеников. Это антисанитария, этого просто уже, это невозможно, этого нельзя делать. Есть основания. Но, она артаванарся, увидена съезд был турында да. Каймакларыбыз жиылды да, кул көтәрделәр дә, рәхмәт үзләренә кул көтәрделәр, кирәк дип, таралдылар да киттеләр. Анар бит тан креш суыш булды. Чем-то ведь чехваляни, да, киряк, считанные единицы людей, которые сказали, мы проголосовали, мы считаем это необходимым, мы считаем, что это нужно для нашего народа. И некоторые из них жестоко пострадали. Вы, кто видел, наверное, как вот Харида Габылдяна потом после этого пополоскали, вы видели, да? Кто видел, конечно.